Саламатсыңдар ма, оқушылар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы негіздер. Сабақтың оқу мақсаты негіздердің жіктелуі мен қасиеттерін білу және түсіну, олардың химиялық қасиеттерін сипаттайтын реакция теңдеулерін құрастыру. Негіздер құрамына бір немесе бірнеше гидроксотоптармен байланысқан металл атомы кіретін күрделі заттар. Негіздерді гидроксидтер деп те атайды. Негіздердің гидроксидтерінің валенттілігі 1. Негіздерді атаған кезде металл атомының атауымен гидроксид сөзін тіркестіріп айтамыз. Егер негіз құрамындағы металл айнымалы валенттілік көрсететін болса, жақшада рим цифрымен валенттілік көрсетіледі. Мысалы, натрий OH, натрий гидроксиді, кальций OH2, кальций гидроксиді. Бұл жерде натрий және кальций металы тұрақты валенттілік көрсетеді. Феррум OH3, темірдің 3 валентті гидроксиді. Бұл жерде темірдің валенттілігі айнымалы. Негіздердің жіктелуіне келетін болсақ, ерігіштігіне байланысты негіздер суда еритіндер, сілтілер және суда ерімейтіндер болып бөлінеді. Суда еритіндерге натрий OH, кальций OH2, калий OH тағы сол сияқтылар жатады. Суда ерімейтіндерге феррум OH2, купрум OH2, магний OH2-лер жатады екен. Екі дайлы негіздер суда ерімейтін негіздер. Олар цинк OH2, бериллий OH2, алюминий OH3. Негіздердің көпшілігі қатты заттар болып табылады. Олардың түстері әртүрлі болып келеді екен. Мысалға, темірдің 3 валентті гидроксиді қызыл қоңыр түсті болатын болса, натрий гидроксиді ақ түсті болады, ал мыстың гидроксиді өзіне тән көгілдір түсті болып табылады. Негіздердің алу әдістерін қарастыратын болсақ, сілтілерді зертханада белсенді металдарды сумен әрекеттестіру арқылы алады. Мысалға, натрийді суға салатын болсақ, натрий гидроксиді түзіледі және құрамынан сутек газы бөлініп шығады. Келесі алыну жолы зертханада белсенді металдардың оксидтерін сумен әрекеттестіру арқылы алады екен. Нәтижесінде сілті алынады екен. Мысалға, барий оксидін сумен әрекеттестірсек, барий гидроксиді түзіледі. Келесі, ерімейтін негіздерді алу үшін олардың еритін тұздарына сілті қосып аламыз. Мысалға, феррум сульфатына натрий гидроксидін әрекеттестіретін болсақ, нәтижесінде феррум гидроксиді ерімейтін негіз және натрий сульфаты тұз бөлініп шығады екен. Негіздердің қышқылдар сияқты индикатордың түсінде өзгертеді екен. Мысалы, лакмустың түсі көк болатын болса, фенолфталиннің түсі малина түстес болады екен. Метил оранждың түсі сары түс болады екен. Сілтілер көптеген органикалық заттарды зақымдайтын күйдіргіш заттар болып табылады. Сондықтан олармен жұмыс жасаған кезде мұқият болуымыз керек. Сілтілер қолға сабын секілді білінеді. Негіздердің химиялық қасиеттерін қарастыратын болсақ, негіздер қышқылдармен өзара әрекеттесіп, тұз және су түзіледі. Мысалы, натрий гидроксидіне тұз қышқылын қосатын болсақ, нәтижесінде натрий хлориді, ас тұзы және су бөлініп шығады. Сілтілер қышқылдық оксидтермен де әрекеттеседі екен. Яғни, әк суының ерітіндісі арқылы көмір қышқыл газын өткізетін болсақ, ерітінді лайланады, яғни кальций гидроксидін көмір қышқылымен әрекеттестіреді екенбіз. Сол кезде түзіледі кальций карбонаты және су. Сілтілерді де тұздармен әрекеттестірген кезде жаңа негіз және жаңа түс түзіледі. Мысалға, натрий гидроксидін купрум сульфатына әрекеттестіретін болсақ,
нәтижесінде натрий сульфаты және мыстың гидроксиді түзіледі. Ерімейтін негіздер қыздырғанда айырылады. Бұл тек қана ерімейтін негіздерге тән. Бұл жерде мыстың гидроксидін ыдырататын болсақ, айырылады, яғни ол жерде мыстың оксиді және су бөлініп шығады. Екі дайлы негіздер қышқылдар секілді сілтілермен де әрекеттеседі екен. Егер олар қышқылдармен әрекеттесетін болса, сілтілердің қасиетін көрсетеді, ал егер керісінше сілтілермен әрекеттесетін болса, қышқылдардың қасиетін көрсетеді. Мысалы, бериллий гидроксидіне тұз қышқылын қосатын болсақ, бериллий хлориді және су бөлінеді. Ал бериллий қышқылына натрий гидроксидін қосатын болсақ, натрий бериллаты және су бөлініп шығады. Ұзақ ғасырлар бойы сөндірілген ак деген атпен белгілі кальций гидроксиді құрылыс алаңдарында цемент ерітінділерін дайындауда қолданылады. Натрий гидроксиді ағын су құбырларын тазартуда қолданылатын заттардың құрамына кіреді. Тіс пасталарында, сондай-ақ асқазанды емдеуде қолданылатын дәрі-дәрмектердің құрамында магний гидроксиді болады. Ұзақ ғасырлар Кальций гидроксиді құрылыста цемент ерітіндісінің компоненті ретінде қолданылады. Қант өнеркәсібінде оны сірнені қантсыздандыру үшін қолданады. Кальций гидроксидін тыңайтқыштар өндірісінде де пайдаланады. Кальций гидроксидінің ақ түсті суспензиясын жеміс ағаштарының діңін ақтау үшін қолданады. Мұндай шаралар бактерияларды, паразитті саңырауқұлақтарды және тағы басқаларды жояды. Негіздер қай жерде қолданылады екен? Яғни негіздеріміз натрий гидроксиді, калий гидроксиді, кальций гидроксидінің қолданулары. Натрий гидроксиді сабын өндірісінде, жібек қағаз алуда, мұнай өнімдерін тазартуда қолданылады екен. Калий гидроксиді сұйық сабын алу мен аккумуляторларда қолданылады екен. Кальций гидроксиді құрылыс жұмыстарында, өсімдік зиянкестерін жоюда, хлор әгін алуда қолданылады. Енді бекітуге арналған сұрақтарға кез келді. Яғни негіздер қалай жіктелінеді, негіздердің химиялық қасиеті қандай, негіздер қалай алынады және негіздер қайда қолданылады деген сұрақтарға жауап береміз. Келесі тапсырмалар. Бірінші тапсырма: айналымды жүзеге асырыңдар. Бұл жерде ұзын тізбекті жүзеге асырамыз. Екінші: массасы 2,8 грамм кальций оксиді сумен әрекеттескенде түзілетін кальций гидроксидінің массасын табамыз. Яғни оқушылар, бүгінгі сабағымызға байланысты кері байланыс береміз. Осымен сабағымыз аяқталды. Сау болыңдар.